Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қақырығыңыздың иісі мен түсіне қарап, қандай дертке шалдыққаныңызды айтатын боламыз. Қақырықтың түсінен, пішінінен, иісінен, мөлшерінен адам денесінде пайда болған аурудың белгісін байқауға болады. Қақырықтың түсіне келетін болсақ, сау адамның қақырығы түссіз немесе ақшыл болады. Егер қақырықта онан да басқа түс пайда болса, оны белгілі бір аурудың белгісі деп білген жөн. Айталық, қақырық жасыл түсті болса, бұл сары аурудан, өкпенің үлкен бөлімі қабынуынан, өкпені жасыл іріңді таяқша бактериясының инфекциялануынан пайда болады. Ал қызыл түс қан немесе қан белогынан пайда болуы мүмкін. Мұндай белгі өкпе рагы, өкпе туберкулезі, өкпе қан сорғыш құрт ауруы, тыныс жолы кеңею, тыныс жолы қабыну, өкпенің жедел сулы ісігі қатарлы ауруларға шалдыққандарда көп болады. Қан қызыл қақырық өкпе туберкулезінің алғашқы кезінде пайда болады. Ал қызыл көпіршік қақырық жедел сулы ісігінің белгісі. Егер қақырық қара түсті болып келсе, ол ұзақ уақыт темекі тартқанда немесе шаң тозаңның ішінде жүргендерде көп болады. Ал қоңыр түсті болып келсе, ол созылмалы өкпе қанталау сипатты жүрек ауруларының белгісі болып табылмақ. Қақырықтың формаларына келетін болсақ, жабысқақ қақырық. Бұл жабысқақ мөлдір қақырық тыныс жолының жедел қабынуы, өкпе қабыну, вирустық өкпе қабыну ауруларының белгісі. Іріңді қақырық, сары немесе жасыл сары, ірің клеткалары мен өлеттенген ұлпалардың ұнтағы мол ілескен қақырық, тыныс жолының қабынуы, өкпе іріңді ісігі, тыныс жолы кеңею қатарлы аурулардың белгісі. Қанды қақырық, бұл өкпе туберкулезі, тыныс жолының кеңеюі, өкпе үлкен бөлімінің алғашқы қабынуы, тыныс жолының созылмалы қабынуы, тыныс жол өкпе рагы қатарлы аурулардың белгісі болып табылмақ. Қақырықтың иісіне келетін болсақ, қанда күлімсі иіс, өкпе рагы, өкпе туберкулезі қатарлы ауруларда кездеседі. Өкпе іріңді ісігі, тыныс жолы кеңеюі, соңғы мезгілінде өткен қатерлі өкпе өспесі қатарлы ауруларға шалдыққандардың қақырығы жиіркенерліктей сасық болады. Қақырықтың мөлшеріне келетін болсақ, қақырықтың бірте-бірте молаюы тыныс жолының жедел қабыну ауруларынан пайда болады. Ал айқын түрде молаюы тыныс жолының созылмалы қабынуы, тыныс жолы кеңею, өкпе іріңді ісігі, тесілу сипатты өкпе туберкулезі, өкпе сулы ісігі қатарлы аурулардан пайда болады. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.